Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сіздерді бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіменен құттықтаймыз. Бүгін подкастымызда, біздің студиямызда ерекше қонақ, бүтін Алтай мен Атыраудың арасына танымал қонақ. Ол түгел Алтайдың ар жағындағы ағайынға танымал, Еділдің ар жағындағы ағайынға танымал ағамыз, үлкен ұстазымыз, біздің жездеміз, Батыс өңірінің кіші жүз өңіріне күйеу бала болып келеді. Омар Жәлелұлы ағамыз келіп отыр, абайтанушы. Бұл кісі әдебиеттанушы деп айтуға болады. Жалпы 18-19 ғасырда қазақ әдебиетінің өте білгірі, қазақ философиясының маманы деп те айтуға болады. Аға, қош келдіңіз. Самарқанның көк тасы ерейтін күн құтты болсын. Атырау өңіріне, Ақжайықтың өңіріне. Енді осыдан бірден сұрақ бастап кетейін. Осы жаңа бүгін енді 22 наурыз Самарқанның көк тасы ерейтін күн. Өте ерекше күн. Қазақтың аузында осы сөз қалып қойған. Бұл Самарқанның көк тасы деген не дегенде, тарихи тұрғыда бұл Әмір Темірмен байланыстырады екен. 22 наурыз күні Әмір Темір осы күнге түрмеде отырған біршама азаматқа рақымшылық жасайды екен. Содан көк тас деген не десе, көк тас деген анау басын шабатындардың тасы екен. Содан көк тас ериді дегені осы Әмір Темір, жалпы содан кейінгі патшалар да осы бүгін Самарқанның көк тасы жібейді, бүгін қан төгілмейді, жаңа қылмыс жасағандардың бәрі рақым етіледі деген сөзден қалған екен дейді. Адамның басын шабатын тас қой. Сол ериді деп. Сол ериді деген мағынада айтады деген бір нұсқасын естідік. Бұл енді материалдық мағынасы. Тарихшылар білесіз ағай, материалдық деректерге көп сүйенеді. Мен енді тарихшы маманмын. Сіз әдебиетшісіз, әрі абайтанушы. Сіз енді осының рухани жағын ашып берсеңіз, Самарқанның көк тасы ериді, Наурыз мерекесі, мәшһүрдің аузындағы Наурызға бір тоқталып кетсеңіз, өйткені біздің арамызда Наурыз тойламау керек, бұл біздің мерекеміз емес, отбараздардың мерекесі деп жүрген азаматтар да бар. Осыған бір жауап болсын. Жақсы. Негізі мынау Машусов атамыздың Наурызнама деген еңбегі бар. Сонда айтады, Наурыз қашан басталады дейді. Машусов атамыз Наурызды Нұх пайғамбармен байланыстырады. Нұх пайғамбардың заманында, сіздер білесіздер, топан су қаптаған. Сол кезде Нұх пайғамбар біршама адам алып, біршама өсімдік, біршама хайуандар алып, 8 жұптан дей ме? 8 жұптан, 16 жұптан деп айтады. Сол алып кемеге тиеп аман қалғанын білесіздер. Сол кемеден шыққаннан кейін дейді, бір-бірін іздей бастады. Біреудің қатыны өлген, біреудің байы өлген, жаңағы топан суға кетіп, бәрі құтқарылмай қалды ғой. Біреудің басы өлген, адамдар әрі-сәрі дейді, ел сал, не істерін білмей жүргенде көңіл күйлері түсіп, содан дейді, бір арақ шарап сияқты бір адамды мас қылатын ішімдік сусынды ойлап тапты дейді өздері дейді. Соны ішіп дейді, мәз-майрам болды дейді. Сонда бұл жаңа күн, өмірге қайта келуіміз деп, сол күнді жаңа күн деп атады дейді. Наурыз деп аталу сол дейді. Негізі сол Нұх пайғамбармен жалғастырады. Одан кейінгі мынау Машусов атамыздың айтуынша, жалпы мынау амал мерекесі деп атайды ғой. Сол сонда ол екі немен өлшеммен тойлайды дейді. Бұл күні дейді, жаңағы Нұх пайғамбардың кемесін жаға шыққан күні, бұл амал жұлдызының бұрышына кірген күн еді дейді. Амал мерекесі деп жүр ғой. Амал деген жұлдыз екен, сол жұлдыздың бұрышына кірген күн айтады дейді. Ал енді ай есебімен бұны мынау арабтар бұны жаңағы ай есебімен де тойлайды дейді. Бұны жаңағы біздің жаңағы Мұхаррам айы, сол Мұхаррам айында осы Наурыз мерекесі ай есебімен сол айда тойланады дейді. Енді қазақи жүйеге келетін болсақ, Машусов атамыз айтады, бұл қазақтың өзіне ғана тән дейді. Өзіне ғана бұйырған жалғыз дейді. Өзінің еншісі ғана бұл осы Наурыз мейрамы дейді. Наурыз мейрамының мәні мен мағынасы дейді, Үйсін Төле би заманында дейді, Бұхара хандарының наурызларынан да мықты болған дейді. Ташкентте. Үйсін Төле би замандарында сол Бұхараның, біз енді орысқа қарамай тұрғанда Бұхара есебімен жүрдік қой. Наурыз тойлау, жыл есебі, жыл қайыру бәрі Бұхара есебімен жүрдік. Бұхара медресесі. Сол есебімен жүрді. Солардың хандарының наурызнамаларынан асып кететін дейді. Наурызнама деген сөзді айтып қалдық. Бұл наурызнаманы кім береді? Бұл наурызнаманы бай адамдар береді екен.
бұл былайша айтқан кезде наурыз деген Самарқанның көк тасы еріген заман деп айттыңыз ғой, кез. Бұл әлгі құл құрықтан, күң сырықтан құтылған күн дейді. Ол амнистия ғой, жаңа айтып отқаныңыз сіздің. Және сол тағы бір деректер бізге жеткен, сол Бұхара хандары дейді, бір күнге тағын түсіп береді дейді, наурыздың құрметіне. Тағынан түсу деген тіпті. Сонда енді қайырымшылық, мейірімділік сондай күн ғой. Сонда сол Сәті мырза үш едіге бар дейді жаңағы. Әзедіге, ередіге, биедіге дейді ғой, сол тарихқа. Сол би едіге бұл мына Шоң мен Торайғырдың әкелері ғой, би едіге. Сол қасына 100 адам ертіп дейді, Байын ауладағы Қызылтауда отырған Сәті мырзаға наурызнама бергіземіз деп барды дейді. Барса, Сәті мырза аңға шығып кетті дейді. Бірақ үйінде 5 берекенің біріне қосылған Баяу деген бәйбішесі қалыпты. Қазақ бұрын жалпы бәйбішелердің дәрежесі бар екен. Бәйбіше дегеніміз жаңағы бірінші, бәй деген бірінші ғой, бірінші әйел, яғни сол ауылдың бірінші әйелі. Рухани жағынан, парасат жағынан, ақыл жағынан, бай деген сөздің өзі бірінші деген бай. Бірінші, ал бәйбіше дегеніміз сол бірінші әйел екен. Бәйшешек дегеніміз жаңа бірінші гүл. Бәйге дегеніміз аттың бірінші келуі. Бәйтерек дегеніміз бірінші терек. Сонда қарасаңыздар, сол 5 берекенің біреуіне қосылған бәйбіше дейді. Сол елдің ұйытқысы, елдің жаңағыдай құты болып отырған бәйбішелерге сонда атақ беріледі екен. 5 берекенің бірі деп. Ол бірақ анау реттілік санына қарамайды ғой. Иә, реттілік саны емес, ол бәйбіше дегеніміз, ол жаңағы мысалы қазіргі кездегі жаңағы Байденнің әйелін айтады ғой, первая леди Америки дейді. Сол сияқты, мысалы Макронның әйелін первая леди Франция дейді. Сол сияқты ол первая леди, яғни бірінші әйел дегеніміз ең үздік, ең мықты әйел деген мағынасында бәйбіше. Ол енді байдың берекесіне кіргізетін шынында бәйбіше ғой. Сол бәйбіше айтты дейді, Баяу деген бәйбіше. Мырзам аңға кетсе де азық түлікті алып кеткен жоқ. Маған қатты тапсырып кетті. Егер кім наурызнама өткіземіз деп келетін болса, мен жоқтатпа деп тапсырып кеткен деп, мен өзім беремін деп 8 күн дейді. Бір күннен өткізіп наурызнама берді дейді. Содан дейді 8-ші күні аңнан кім келді дейді. Сәті мырза. Қара түлкі алып дейді. Қара түлкі алғанда бір қуанып, наурызнама өткізуге осындай беделді адамның жаңа келіп отқан 2 қуанып, мен ұрғашының наурызнамасына араласпаймын деп, мен өзім беремін, тағы 8 күн берді дейді. 16 күн сонда. 16 күн. Соңында дейді, кетерінде дейді, жаңағы би едігеге түйе бастатқан 9 тарту таралға тартты дейді. Қалғандарының бүкіл серіктерінде жаңағыда біреуіне ат, біреуіне бие, біреуіне тай, біреуіне құнан, дөнен, қойш, не керек? Ат шабарларына дейін, атшыларына дейін бір шапан таратып, үлестіріп аттандырды дейді. Сонда енді неге келді дейді жаңағыдай. Бір көкөзек деген жерге келгенде едіге би атынан түсті дейді. Сосын қасындағы 100 серігіне айтты дейді. Мен артық па, Сәті мырза артық па деп. Сосын аналар айтты, аузына сөз жұқпайтын қулар айтты дейді жаңағыдай. Әрине жаңағыдай ет кептеген сырты түк іші боқ хайуанға ие болған байдан сіз артықсыз ғой дейді ғой. Сонда едіге би ызадан жарылып кете жатады дейді. Ей деп айтты. Аузынан ішіп, артынан тосып алудан басқа ештеңе білмейтін өңкей ақылсыздар деп айтты. Мен қазір тамақ бермесем, қасыңда біреуің жүресіңдер ме деп айтты. Ей, мен сендердің жүзіңді 8 күн түгіл 1 күн күте алмаймын ғой. Ал Сәті мырза бір өзі қатынын қоспағанды 8 күн күтті ғой. 1 күн бір. Ол неге бұны неге істеп отыр? Бұның барлығы мынау өзі сүйіндікте бөлінеді, мал қозы, жан қозы деп. Мал қозының қалың кедейін есінен бір тандырайын деп істеп отыр осыны. Мен қорланып отырмын. Кедей екендігіме. Көрдіңіз ба? Кәні қолдарын жайындар деп айтты дейді. Соның қолын жайғап, көзінен жас парлап отырып, сақалынан алттарым жасағып отырып айтты. Ей Алла Тағала, мені бай қылмасаң да, менің балам Шоңның кезінде осы мені бай қыл деп бата қылды дейді. Қалғандары бір әумин деді дейді.
содан дұғасы қабыл болып дейді, келесі жылы бүкіл шоң жаңағы бие деген балалар шоң, ақыт, ақан, сабыт бәрі байып кетті дейді. Олардың байыған сондай бір жазда бір ауылға 10 келін түсірді дейді. Сонда бұл Наурызнаманың мағынасы, мәні ол дұға қабыл болатын күн екен ғой. Самарқанның көк тасы ерген кезде мен өзім ойлаймын, мына осы Алла мен адамның арасында 70 мың перде бар дейді ғой. Сол перделер ашылатын күн сияқты да, дұғаның қабыл болатын күні. Ол сонда бұл Самарқанның көк тасын ертетін не? Самарқан мен көк тасын ертетін адамның пейілі. Сонда Мәшһүр батамыз айтады, қазақ дейді наурызға қуанады дейді, өлгенше қуанады дейді. Ең кедейінің өзі бір қойдың басын сақтап қояды дейді. Сөйтіп соны асып көже жасайды дейді. Содан бүкіл ауылды шақырады, ақсақалдар келеді. Содан жаңағыдай соның бәрі көже ішкеннен кейін дейді, аузы дуалы ақсақалдар бата береді дейді. Бата бергенде дейді, жұрт шулап жылайды дейді. Сосын Наурызнаманың өзінің кітабы бар дейді, Салдама деген. Сол қожалар сол кітапты оқиды дейді. Дұға қабыл болатын күн қазақтағы әгі айтылған әйгілі қағиданың жүзеге асатын күн екен ғой. Бата менен ерге көрер, жауын менен жерге көрер дейді ғой. Сол бұл жаңағы Едіге бидің мысалынан көріп отырмыз. Едіге би кедей болған, наурыз күні жасаған дұғасы қабыл болып дейді. Келесі жылы барлығы малғозының жалпақ, бұл малғозының кедей деген атақтан құтылып, малғозының жалпақ байы деген атаққа ие болды дейді. Сонда қарасаңыздар, бұл наурыз, бұл баюдың технологиясы. Қазақи баюдың жолы, түсінесіз бе? Сонда Мәшһүр айтады, шынында да дейді, бұл күн мен түн теңескен кезде дейді, Бұхарада Қожа Бахауиддин әулиенің көлі бар дейді. Соған дейді жұрт қант төгіп, содан бәрі ішеді дейді. Наурызда қуанып дейді. Ал енді бұл наурыз дана күн мен түннің теңескенде жансызда тас сезеді, жанды да балық сезеді дейді. Содан дейді, бір үлкен керсенге дейді, су құйып, балықтар жіберіп қарап отырады дейді. Күн мен түн теңелгенде балықтар дейді, барлығы бір мезетте дейді, бір бұйрық сияқты, бұйрық алғандай, барлығы жарқ етіп қарындарымен аунап түседі дейді. Наурызда дейді, адамдар қуанады дейді. Неге? Бұның мағынасы былай дейді. Осы жылдың келгеніне қуанып, ең кедейінің өзі бір қойдың басын сақтап, көже жасап, сонша қуанған, шаттанған жұртты дейді, сол жылда қолтығына алып, келесі жолы мал басын бағып қағып өсіріп, мал басын өсіруге міндетті болып қалады дейді. Сонда былай қарасаңыздар, бұл энергетикалық байланыс қой. Яғни берсең аласың, ексең орасың деп Құдай айтады дейді. Бұл және біздің ауа райы жағдайымызға да байланысты. Қарасаңшы, қанша 6 ай қыстың барлығын ерітіп, жаңадан күн жылып, әлбетте бұны ыстық жақта тұратындар түсінбеуі мүмкін, мезгіл ауысып жатқанда. Ал біздің халық сияқты халық мұндай табиғаттың таласын өте қатты сезінеді ғой. Сондықтан Мәшһүр батамыз айтады, ел боламын, өсемін, өнемін деген жұрт дейді, бар күшін наурызға салу керек дейді. Халық қуанып, мысалы Сәті Мырза, енді әлбетте сіз ойлаңыз, 100 адамды 8 күн бәйбішесі күтіп, 8 күн өзі күткеннен кейін құраяққа бата жүрмейді дейді. Әлбетте аузы дуалы Едіге би оған бата берді кетерінде. Көл көсір, үйіп, төгіп, ықыласпен, пейілмен. Әлбетте сол бата әлбетте қабыл болады. Неге? Өйткені аузы дуалы Едіге би беріп отыр. Әлбетте енді Сәті Мырзаның малы одан сайын өседі ғой. Малы басы өседі, сөз бе? Сондықтан Мәшһүр батамыз осы туралы нақты осылай айтады. Сонда наурыз бұл бата қабыл болатын күн дейді. Яғни қазақтың мал басын өсіретін күн дейді. Бұның ар жағында, сонда мен өзім ойлаймын, кешеде Құлсарыда айттым мен, мысалы, сіздер келесі жылы мысалы осы Құлсарыдан бір ақсақал, Тайпақтан бір ақсақал, тағы да осы аудандарынан ақсақалдар жиналып, мысалы, ең бай адамдарға, осы елдің бай адамдарға барыңыздар, Наурызнама беруге келдік деп, мысалы. Ол 8 күн Наурызнама берсін. 14 мен 22 арасы 8 күнде тура. Одан асты, мысалы... Мына 8 күн дегенде аузыңызға май, олайша айтқанда мындай дейді ғой. Мәшһүр Жүсіп, ол 1 наурызден 8 наурызды есептейді ол. Ол кісінің есебі бойынша ол ескі күнтізбе.
Ал эми биздин күнтүзүүбүз боюнча жаңа революция деген жаңа күнтүзүү пайда болот. 14 мен 22-сине кылсак. Туура 8 кеп. Сол 8 күндө тойлойт. 14 амал боюнча кирген убакыты, ал эми Мухаррам айына, ай боюнча Мухаррам айы. Туура осы 14-тен баштап 8 күн. Енді мен ылғи айтып жүрмін, Алла қаласа бұл жүзеге асады деп ойлаймын. Мысалы бізде президенттің шыршасы деген ұғым бар ғой. Соны мен өзім ойлаймын. Президенттің наурызы деген неге жоқты? Президенттің наурызнамасы болу керек та. Ол үшін ол президент өзі бермейді ғой, мысалы. Осы жаңағыдай президентке жағынып, аузына жұқпайтын неше түрлі ақсақалдар бар ғой жаңағыдай. Мен өзім ойлаймын, ол жеке бастың қамымен емес, елді өсіру үшін президенттің билігі берекелді жаңағыдай халықты өсіру үшін, халықтың жаңағы енді басшысы ғой, соған ауыз дуалы ақсақалдар бару керек қой деп ойлаймын, дәстүрге сүйеніп отырып. Құрметті президент, міне біз сізге наурызнама қылдыруға келдік. Сонда президент 8 күн наурызнама беру керек. 14-нен бастап. 14-нен бастап көсір жаңағыдай. Сол кәдімгідей өзінің ақшаны аямай, кәдімгідей халыққа наурызнама берсе, сол 100 адам бола ма, 200 адам бола ма, президенттің наурызнамасы деген жалпы неге кіргізу керек айналымға, осы ұғымды. Сол кезде біздің халықтың малы да өседі, саны да өседі деп ойлаймын. Ықыласы да артады. Әлбетте. Сосын президент дәстүр бойынша наурыз күні, мысалы түрмеде, біздің мысалы түрмеде қазір қазақтың тәуелсіздік күніне беріп жатыр ғой. Небір жастар отыр мысалы. Жаңағы 18 мен 35-тің арасындағы небір жұмыс істейтін қайратты жастар қате басып, жазым басып отыр мысалы. Соларға амнистия жарияласа, наурыздың қарсаңында. Жаңағы Самарқанның көктасы ерген сияқты, немесе Бұхара хандарының жаңағы дәстүріне сүйене отыр, бұрын қазақ хандарының жаңағы құл-құрықтан, күң-сұрықтан құтылған күн деп. Сонда бұл мерекенің мәні мағынасы артады ғой деп ойлаймын. Одан да артады. Және ең бастысы бұл жерде мынау біз қазіргі кезде бай болғысы келмейтін адам жоқ, Құдай қаламайды дейді. Хан болғысы келмейтін адам жоқ, халқы қаламайды дейді. Біз бай болудың жолын біз ұмытып қалдық. Яғни бай болу жолындағы дұғаның рөлін ұмытып қалдық біз. Батаның рөлін. Наурыздың батасы, яғни құр аяққа бата жүрмейді, сол наурызнама сол үшін беріледі екен ғой. Аны әбден аузы дуалы адамды жаңағыда халық міскіннің дұғасы қабыл болады деген риза қылған кезде сондай бата беріледі. Анау Самарқанның көктасы еріп тұрған кез ғой, енді барлық мынау бүкіл ақпарат Алла тағалаға жетіп тұрған кезде берілген бата, ол жүзеге асып, елдің мал мен басын өсірудің бұл негізгі керемет тәсілі ғой деп ойлаймын. Аға, енді наурызды бір подкастқа сыйғыза алмаймыз. Оны күндеп жаңа 8 күн тойлағаны сияқты 8 күн дастан қалып айтуға болады енді. Бірақ осы наурыз туралы керемет ойыңызға рахмет. Енді осы арада тағы бар ой шығады, дәстүр деген дүние шығады. Әрбір қазақтың өзінің қада салты болады, әрбір халықтың дәстүрі болады. Халық болайын десе дәстүрімен халық болады, тілімен халық болады. Осы қазақтың, қазір енді біз сізбен Түркияда көрші болғанда осы тақырыпта жиі ақылдасатын едік. Біздің халық соңғы 30 жылда тәуелсіздігіміздің жедел урбанизацияға түстік. Жедел қалаға қалдық. Астана 2030-да 1 миллионға жетеді деген Астана 2015-те 1 миллионға жетті. Қазір енді 2030-ға дейін 2 миллион, 3 миллион болады деген үлкен не бар? Болжаулар бар. Осы қала өркениеті бәрі біз қанша дегенмен жартылай ғана қала өркениетін қабылдаған едік бұрын Абылай ханның заманында. Енді қазір біз қала өркениетіне кіріп бара жатырмыз ентелеп. Осы арада қала өркениеті бізді жұтып қоймай ма? Осында дәстүріміз қандай болады деген. Мен бұл жөнінен менде қорқыныш жоқ. Неге? Өйткені мен Түркияны көріп келдім. Мысалы Түркияда түріктер қалалық ұлтқа айналғанына бір неше ғасыр болды? 10-11 ғасырдан бастады ғой, қазір 10-12 ғасыр болып қалды. Мысалы, сен өзің көрдің, түріктің әйелдері сыртқа шығып жүн сабайды. Подъездің алдында. Жүн сабайды. Бізде, сен өзің ойлашы, қазір кезде, мысалы, осы Атыраудың жаңағы ең элитный үйінің алдында шығып, қатындар жүн сабаса. Ауылда сабамайды ғой бізде. Әлбетте. Сонда мен өзім ойлаймын, ол қаладан қорықпау керек, қаланы егеру керек.
қаланы біз игеруіміз. Біз игеруіміз керек. Яғни қала өркениетін біз өз өркениетімізге әкелу керек. Сосын мысалы түріктің қатындары подъезде отырып мысалы шай ішеді. Үйінде де жүге болады. Рамазанда ауызашар дастархандарын подъезге жаяды. Неге? Өйткені бұл біздің қаламыз. Олар қаланы жатсынбайды. Бізде мысалы қит етсе ауылға қашамыз. Меніңше ауылға қашпау керек. Ауыл біздің анамыз, әлбетте оған ешкім дауы жоқ, бірақ қаланы меңгеру керек. Қаланы қазақыландыру керек. Осы қазір Наурызына отыр ма, әр подъезд, әр үйде сол біз қазір қалалық жағдайға көшуіміз керек. Мысалы өзбектер қалай қалалық махалле. Олар мысалы махалледе ұйымдасады. Әр махалледе шайхана бар. Сол жерде отырып махалленің шаруаларын шешеді. Ұлын ұлықты, қызын қылықты, 30 ұлдан ұлға 30 үйден тиым, қызға 40 үйден тиым дейді, соның бәрі махаллада отырып шешіледі. Қандай да түйткілді мәселелер болса, бәрін ақсақалдар махаллада отырып шешеді. Сонда мен өзім ойлаймын, біздің де әрбір жаңағыдай подъезде, әрбір орамда, бір сол бас қосатын бір шайхана болар. Қазақтың шайханасы немесе қымызханасы болу керек. Сол жерде отырып, қазіргі кезде халықты рулық жүйемен де басқара алмайсың, жүздік жүйемен де басқара алмайсың. Өйткені қазіргі кезде мысалы қалаға 40 рудың адамы жиналған. Дұрыс па? Сондықтан осы қалалық өмір салтына қарай, қазақ айтады ғой, орманына қарай аңы, заманына қарай амал дейді. Біз амалын табуымыз керек. Яғни халықты біріктіретін, халықты меңгеретін, ол әлбетте дәстүр болады. Дәстүрге айналдыру керек. Сонда ауылды аңсауға болмайды, өйткені ол өткен заман. Ауыл өзінің ауылдық несін қала береді ол. Сөзіңізге тағы да тозақ қосайын. Негізі қазақтың соңғы империалистік, патшалық, кеңестік психологиясына сіңіп кеткен қала орыстардікі деген мағынада түсініп қалғанда, қалалық дегенде жек көрін. Яғни ауылдың адамдар қалалық городской бала, городской келін деп кейде мазақтап жатады. Мұның бәрін ысыру керек енді біздің тарих. Біз мысалы, мен өзім ойлаймын, мысалы қарасаңыздар, сол өзбектерің мысалы қалада тұрады, дәстүрін ұстанады. Мысалы Самарқандқа бардым, мен Самарқандта бір уақыт тоқтап қалған сияқты ғой. Өзбектің мысалы шалдары бастарына ала тақиясын киіп алып, көк шайды сораптап отырады мысалы, таңертең кешке дейін. Неге? Өйткені олар қалалық өмірді меңгерген. Немесе мысалы түріктер мысалы отырып алып, кафе ресторандардың алдында шай ішіп отырады күні бойы мысалы. Әңгімелесіп отырады, бизнес жүріп жатыр. Сол сияқты шайханалары бар олардың. Мысалы мен өзім ойлаймын, ақсақалдары жұмаларына барады махаллесінде. Сонда бізде осы қаланы меңгеретін уақыт келді ғой деп ойлаймын. Өте тамаша. Бұл ойыңыз жүзеге асу керек меніңше. Алла қаласа. Өйткені біз ерте ме кеш пе қалалық халыққа айналамыз сөзсіз. Енді мұнарада дін мен дәстүрдің байланысы деген сөз шығады. Біз қалалық өркениетке айналып бара жатырмыз сөзсіз. Осы енді біз бұрын далалық рулық өркениетке барып дінді қостық. Әрбір рудың бір қожасы, бір молдасы болды. Енді қазір біз қалалық жағдай, тәуелсіз мемлекетіміз үлкен қалаларға дәулет құрып жатыр. Енді осы жағдайда дін мен дәстүрдің ара қатынасын қалай реттей аламыз? Енді мен өзім ойлаймын, туғанда дүние есігін ашады өлең дейді ғой қазақта. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең дейді. Дүниедегі қызығың бәрі өлеңмен, ойлансаңшы бос қақпай елең-селең деп абай айтқандай. Жалпы дәстүр деген өлең ғой ол. Мысалы бала туған кезде біз өлең айтамыз. Шілдеханада. Шілдехана дегеніміз 40 күн бойы, шіл парса 40 деген сөз, шілдехана күзету деген бар. Жалпы қазақтың дәстүрінде былай екен. Бала туғаннан кейін 40 күн бойы оны жын мен шайтандар ектейді дейді. Соны жастар жиналып 40 күн бойы өлең айтады екен шілдеханада. Сол абай айтып туғанда дүние есігін ашады өлең. Одан кейін қайтқан кезде, дүниеден өткен кезде қазақтар жоқ деп айтқан. Ол да өлең. Сонда қарасаңыздар, біздің дәстүріміз ол әбден бекіп қойғанда. Енді ол дәстүр қазіргі кезде, және ол дәстүр дінге қайшы емес, керісінше ол дінмен жаңағы тонның ішкі бауындай егіз болып кеткен дәстүр. Мысалы жоқ деп айту, ол ешқандай дінге қайшы нәрсе емес, ол кәдімгідей дінмен егіз өрілген дәстүрді. Немесе мысалы баланы сүндеттеу дәстүр, бірақ ол діннен келіп отыр мысалы. Біз мысалы баланы сүндеттейміз, ол дәстүр ғой, дәстүр мысалы. Неке қиямыз дәстүр, бірақ ол діннен келіп шығып отыр. Адамның жаназа намазын шығарамыз, ауызашар береміз, бәрі дәстүр. Сондықтан мен ылғи айтамын,
қазақ өзі дін қалай өміршең болады. Пайғамбарымыз айтқан екен, қандай да бір халықтың егер дәстүрлері дінге қайшы келмесе тиіспеңдер. Сондан біздің осы далалық өркениетке, жаңағы қазақтың өркениетіне дін қалай кірді дегенде оның дәстүріне тимеді. Сол дәстүріне қайшы келмейтін нәрселердің барлығы сол дінмен бірлесіп асасып кетті. Тіпті міне Наурыздың өзін кеңес үкіметі шығыстанушылар ислам мерекесі деп ойлаған, мұсылман мерекесі деп ойлаған. Шын мәнінде ол жаңағы маусымдық мереке ғой, күн мен түннің тең келуі, бірақ дінге қатысы жоқ. Дінге қатысы жоқ сияқты көрінеді, бірақ мен өзім ойлаймын, үлкен мағынасында бұл дінге қатысы бар. Неге? Өйткені біз қандай да бір Алланың хикметі ғой, енді бұл Алланың хикметін ашқан кезде біз жаратушыны тани бастаймыз. Мысалы, күн мен түннің теңесуі, мысалы, немесе жаңағыдай бір теңіз бар дейді, бір жағы ащы, бір жағы тұщы дейді, екеуі бір-біріне қосылмайды дейді, былай, жаңағы Жакев Кустоның жаңағы таңғалып мұсылман болып жүрген. Қарасаңыздар, бұның бәрі Алланың құдіреті ғой. Алланың, соны біз күн мен түннің теңелуі, оны балықтардың сезуі, мысалы, бұлардың бәрі Алланың құдіреті. Алланың жасырын сырлары. Соны қазақ дәп басып, осыны есептеп, осы күнде есеп қой бұл негізінен. Бұл бұхар есебі дейді ғой. Соны қазақ есептеп, сонда қазақ осы Алланың жаратылысының сырын, есебін, санын меңгеріп, бай болудың, бақуатты өмір сүрудің тәсілдерін дүниеге келтірген ғой. Сонда Наурыз деген не? Ол есепке құрылады. Өте тамаша. Енді осының барлығын айтып келгенде біз уже ұлттың мына орыс паразит сөздер қосылып кете береді кейде сөзімізге. Енді осы арада дінді айттық, дәстүрді айттық, енді тілді айтамыз біз. Осы бұл ұлтты ұстайтын үш, былай қарағанда бояу, үш колорит дейміз. Осы тіл келгенде, дін келгенде, дәстүр келгенде біз ұлттық 20 ғасырдың басында ұлттық мемлекетімізден айырылып қалдық. Бірақ бізбен қоса Әзербайжандар да айырылып қалды. Өзбек ағайынның біздің Мұстафа Шоқай бастаған Түркістан Республикасы 80% халқы өзбектерден тұратын. Ол мемлекеттен айырылып қалдық. Осы орайда бірақ ағайын туыстас мемлекеттердің оянулары байқалады. Мысалы, Әзербайжан тәуелсіздік мерекесі олар 91 жылғы емес, 1918 жылғы Расулзаде жариялаған мемлекетті тойлайды. Енді кеше Өзбекстан 1 қыркүйекте өзінің тәуелсіздік мерекесін тойлағанда Мұстафа Шоқай жариялаған Түркістан Республикасы мұхтар етімен бастағанда мерекелерін. Енді бізге де осыған көшу керек сияқты, өйткені алар 17 жылғы 5 желтоқсанға әкеліп қою керек сияқты. 5 мен 12 ме Алаш Республикасында? 5 пен 12-нің аралығында. Мен өзім ойлаймын, мынау қазақта сөз бар ғой. Ескі жаңаның қазығы дейді. Сондан біз тамырсыз жерге гүл өспейді, тақыр жерде шөп өспейді, тақыр жерде. Сондан біз мейлінше өзіміздің дәстүрімізді, өзіміздің мемлекеттік, саяси тарихымызды жетік білсек, барымызды бағалай білсек. Өйткені Алаш Республикасының, демократиялық республикасының келу бұл құбылыс түркі дүниесінде. Тіпті ол мұсылман әлемінде ең алғашқы республика екен. Тек қана түркі әлемінде емес, мұсылман әлемінде ең алғашқы демократиялық республика. Сондықтан біз бұны ұлықтау арқылы сол кездегі энергетиканы қалпына келтіреміз. Сондан әлбетте біз ештеңеге қарамастан, ешқандай саяси конъюнктураларға еліктеместен біз барымызды бағалай білуіміз керек. Өйткені барын бағалай білмеген халық бақытты бола алмайды. Сондан сол Алаш біздің негізгі біздің табан тірейтін үлгіміз мемлекеттілік құруда, ол Алаш Республикасы, алаштықтардың осы ерен еңбегі ол далаға кетпеу керек. Әрине бізде сол алғашқы Алаш Республикасы құрылған кезден біз осы датаны, осы мерекені тойласақ болады. Бұның ешқандай да сөкеттік жоқ деп ойлаймын. Өте тамаша. Бұл менімше ұлттық мерекеге айналу керек сияқты. Кезінде өйткені жаңағы бұл бір жағынан біздерге қырын қарайтын сырт көздердің де біраз мысын басады деп ойлаймын. Өйткені у казахов не было государства деген қате сөз ғой, әңгімелерге. Енді сіздің осы қоғам арасында кезінде қате түсініліп кеткен, қате бағасын берілген, медианың тарапынан да қате тәпсірленген сөзіңіз бар, шарықтанған. Бұл
қазақ қыздарына байланысты пікіріңіз. Осы жақында бірақ бұл пікірлердің барлығын сіз өзіңіз терістеп жүрсіз, қайтадан ашықтап жүрсіз. Осы қазақ қыздарының болашағы жайлы, ел болам десең бесігің түзе деген сөзге айтып берсеңіз, және аға оны бастамас бұрын мына менің кесеге тиген жоқпын осы. Жақсы. Артына қалдырсаңыз маған тәбәрік болсын. Жақсы. Ол қыз тауар деген сөзінді мен теріс деген жоқпын. Теріс демеймін де, ол солай екен рас. Тіпті қыз ғана емес, кез келген адам тауар екен ғой. Кез келген адам тауар. Ол жақында мен Джо Джерард деген кісінің кітабын оқыдым, как дороже продать себя деген. Сонда ол мынау кімнің Chevrolet компаниясының сатушысы екен. Сол бір жылда 1437 автомобиль сатып, Гиннестер кітабына кірген. Джо Джерард. Сонда Джо Джерард айтады, мен тіпті пікірім бекіре түсті. Менің сәттілігімнің құпиясы неде дейді. Көп адам дейді, тауарын өткізген. Тауар машина ғой енді. Тауарын алдына қойып қояды дейді, өзінің алдына. Тауарын өткізуге тырысады дейді. Бұл қате пікір дейді. Адам бірінші дейді, сатып алушыға өзін өткізу керек дейді. Сен өзің тауарсың. Сен өзің өтпей, тауарың өтпейді дейді. Менің дейді, сәттілігімнің дейді, құпиясы осында дейді. Ал сен өзің өту үшін дейді, жұртқа өзің өту үшін, товар ретінде, бірінші өзің өтуің керек дейді. Сонда, мысалы, Абайдың сөзі бізге өтімді, жалпы товар деген сөзден біз оны нәрсе деп, вещь деп ұқтық қой. Шын мәнінде, егер сіз саяси сөздікке үңілсеңіз, товар деген не? Кез келген құны бар нәрсені қазақ товар дейді. Яғни өзіндік құны бар, қосалқы құны бар, товар. Сонда, мысалы, иттің боғы товар емес. Өйткені оның құны жоқ. Бірақ қазақ айтады, иттің боғы дәрі болса, дарияға тышады дейді. Уже товар. Өзенге тышады. Сондықтан ол товар деген сөз жақсы сөз да. Сондан кім айтады? Абай айтады енді. Абай неге бізге өтіп тұр? Өйткені Абай айтады. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Сосын айтады ғой. Өзіме өзім жақпадым дейді. Енді кімге сия алдым. Қалап алған көп мінез, қайтып қана тия алдым. Жүрегіме қарасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға, апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен. Құдайдың салған наз емес. Осыншама ақмақ болғанын көрінгенге қызықтым. Ғадалетті жүректің әділетін бұзыппын. Ақыл менен білімнен әбден үміт үзіппін. Айламен амалды меруерттей түзіппін. Жалмауыздай жалаңдап, ар ұяттан күсіппін дейді. Сен білесің дегенге күнге күйіп пісіппін, деп жүріппін пысықпын дейді. Яғни Абай не істеп отыр? Абай өзіне жақпай отырған кеселді қылықтарын тазалап отыр, сөзсіз бе? Сосын барып халыққа өтем деп. Міне. Сондықтан біз товармыз. Біз товар ретінде халыққа өту үшін бірінші өзіміз товар ретінде өзімізге өтуіміз керек екен ғой. Ал енді жаңа ел болам десе бесігіңді түзе деп қазақ қыздарына. Енді бұл не мәселе? Бұл 1920 жылы Семей қаласында Абай журналы шығады. Сол жерде Мұхтар Әуезов пен Түсіпбек Аймауытов екеуі мақала жазады. Осы Абай журналына. Бірігіп 1920 жылы. Бұл мақаланың аты былай: адамшылық негізі әйел дейді. Сонда айтады: бала кімді жақсы көрсе, осы мақала, бала кімді жақсы көрсе дейді, соған ұқсап кетеді дейді. Бала кімді жақсы көреді? Әлбетте дейді, анасын жақсы көреді дейді. Әкесі мың жерден ғалым болсын, анасы надан болса, бала надан болып өседі дейді. Сондықтан дейді, ел болам десем бесігін түзе деген сөздің мағынасы қазақтың әйелін жағдайын жасау керек дейді. Қазақтың әйелін ақылды, парасатты, білімді болу керек дейді. Ғалым, дәрігер. Сол кезде ғана дейді, анау бала дейді, ғалым болып өседі дейді. Неге? Өйткені ол анасын жақсы көреді дейді. Сонда бесігін түзе дегеніміз қазақтың әйелін оқыту керек деп тұр. Қазақтың әйелі ақылды, білімді, түйсікті, парасатты, мәдениетті болу керек дейді. Содан біздің кезіндегі даналарымыз содан қалған, дана аналарымыз. Әлбетте. Сондан жаңағы Мәшһүр атамыз айтады, олай болатын себебі дейді, бала неге
анасын жақсы көреді дейді, өйткені ананың балаға деген махаббаты кеудесінен дейді, ал еркектің балаға деген махаббаты кіндіктен төмен ғана дейді. Тамаша. Сол үшін қыздарымызды аялай білейік дейсіз. Қыздарды мысалы мен өзім ойлаймын, мысалы қыз бала егер оның жалпы оқыған кездегі мақсаты не? Мақсаттағы оқуды мақсат негізінен ол оқу өзінен өзі мақсат емес. Оқудың мақсаты бар. Оқудың мақсаты не дегенде көкірек көзді ашу. Өйткені оқыған кезде адамның көкірек көзі ашылады. Ал егер адамның көкірек көзі ашылмай қалса, қазақ оны меңіреу дейді. Құранда Бақара сүресінде айтады, олардың көзі бар, көрмейді, құлақтары бар, естімейді. Не? Өйткені Алла тағала олардың жүректеріне мөр басқан дейді. Сол жүрегіне мөр басылған адамды қазақ меңіреу дейді. Сонда мәшһүр атамыз айтады, меңіреу әйелде мереу туады дейді. Сөз бе? Яғни көкірек көз ашылған, жанның каналдары ашылған қыздардан, жанның каналдары ашылған, абайша айтса, хауас сәлим бала дүниеге келеді. Ал ғылым білімнің махаббатының бас шарты ол хауас сәлим. Өте тамаша. Аға, енді бір қорытынды сұрақтарымызға жол берейік. Мына бүгін түнде ақшам намазынан кейін қасиетті ораза айы кіреді. Қазақ ораза айында өте қатты күтеді. Ораза айында, Рамазан айында жарамазан айтады. Бізде жарапазан дейді, біздің жақтар. Жарапазан айтады, балаларын жібереді, тәтті тағам үлестіреді. Ауыл-ауылға ауызашар шақырады. Осы қазақтың танымындағы ораза айын бір шолып кетсеңіз қысқаша. Енді қазақтың танымындағы ораза айын дейді, қазақ айтады. Мен өзім ойлаймын, қазақтың бұл оразасы бар ғой, ол діни дәстүр, діни мысалы парыздан көрі дәстүрге айналып кеткен ғой. Сонда Мағжан айтады ғой, бірақ діни парыз екен жоққа шығармайды. Шығармайды, бірақ ол қате түсініп қалмасын. Өйткені бізде буквалистер өте көп, Омар Жалел айтып отыр, бана діни үкім емес деп айтып отыр деп басып жіберер ертең. Діни дәстүр ретінде қазақтың ол ораза деген сөз, ол дәстүрге. Сонда қарасаңыздар, мысалы қазақта Ораздының баласы дейді. Оразбай дейді. Ораздының баласы 15-інде баспындар дейді. Сонда ораза деген негізі мынау пайғамбарымыздың хадисінде айтады ғой, көп адам оразадан аштық пен шөлдеуден басқа пайда таппайды дейді. Шынында ораза дегеніміз ол адамның жан дүниесінің тазаруы, жаман ойдан тыйылуы, керемет бір айлық тазару процесі ғой енді. Сонда қазақта мақал бар, ораздының баласы 15-інде баспындар дейді. Яғни жан дүниесі таза, элитный ата-ананың баласы деген мағынада айтып тұр да. Жиырлының баласы, жиырлы дегеніміз жаңағыдай бойын жиып алмаған, жиырылып қалған, бойы ашылмаған. Жиырлының баласы 25-те жаспын дейді. Сонда оразды деген сөздің өзінің әр жағында бойын жаңағыдай керістіріп тұрған, нәпсінің құшағынан құтылған, нәпсінің бытырлатып жаңағы ораза кезінде нәпсі ораза ғана көнеді екен ғой өзі. Нәпсі адам аштыққа сөз. Сол нәпсінің зынданында жатқан ақылды босатып алған адамды қазақ оразды дейді екен ғой. Көресіз бе? Кемел адамды бір жағынан оразды деп айтады. Оразды, яғни оразаның да кемеліне жеткен. Ол ораза екі түрлі болады дейді ғой, жаңағы тән оразасы, сосын ақыл оразасы. Сол ақыл, рухани оразаға жеткен, жаман ойламайтын адамның баласы дейді, 15-інде дейді, елдің жүгін дейді, арқалауға дайын болады дейді. Ораздының баласы 15-інде баспындар дейді. Ал енді қазақтың өзінің оразаға деген құрметі зор. Сонда қазіргі кезде ораза намаз тоқтықта деп қазақта айтқан реалист сол, шында да кесеге бұның бәріне тыныштықтың арқасында. Егер шында да соғыс бетін алып соғыс болып жатса, аштық болып жатса, қайдағы ораза? Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы айтады, мысалы, торғайда біз далаға шығуға қорқатынбыз дейді. Неге? Өйткені адамдар дейді, жаңағы босағада жаңағыдай бұрышта тығылып тұрып, бір-біріне ұзақ лақтырып, бір-бірін татып жеп жатқан көзім көрді дейді. Сондан қазақ ол ораза намаз тоқтықта дегенде өте дұрыс айтады. Мен әкем айтып отыратын, ораза намаз тоқтықта, аштық болса сәлде қалар боқтықта деп. Бұл өте дұрыс айтылған. Сондықтан ораза намаза мысалы аш адам сириялықтар мына Түркияға босқын болып келді. Олар біледі ұрлаудың харам екен. Бірақ ол аш болғандықтан дүкендерді ұрлайды. Өйткені қазақта сөз бар ғой, аштық не деген ашу адамның
ашу адамның тілін шығарады, аштық адамның қолын шығарады дейді. Сондан ораза бұл қазіргі кездегі біздің берекелі, тыныштықта өмір сүріп отқан қоғамға өте пайдалы, оның руханиятын түзейтін. Ең басы бұл жердегі назар аудару керек. Ораза дегеніміз тек қана тамақ пен судан тыйылу емес, ораза дегеніміз ең басы жаман ойдан тыйылу. Өйткені ақыр заман қашан болады дейді, қазақ айтады, ақыр заман деген ол адамдардың ниеті бұзылуынан дейді ғой. Ниеті бұзылған кезде адамның негатив көбейіп кеткенде оны көтере алмай балықтар өліп жатыр, қазір негативтен жер сілкініп жатыр. Апаттар болып жатыр. Осының бәрі негізінде адамдардың жаңағы ақыл оразасын ұстай алмауы. Яғни жаман руханиятымыздың әлсіреп кетуінен сөзсіз. Сонда Абай айтады ғой, ақыр заман жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа ойна тыққан тастар. Сонда ақыр заман жас деп қазақ нені айтады? Ақыр заман дегеніміз бір катаклизм емес, ақыр заман деп рухани бұзылудың, рухани төмендеудің критерийін қазақ ақыр заман деп атайды. Ақыр заман алғы шарты. Алғы шарты бұл рухани азғындау. Рухани біз егер ашықсақ, шынында ақыр заман болады. Неге? Өйткені біз жаңағыдай соқыр түйсікпен ойлаймыз, мысалы, біз өзіміз жеке өмір сүріп жатырмыз. Шынымен де жоқ. Мынау Джон Кеха деген ғалым айтады, біз информациялық ақпараттық соғыста торда өмір сүріп жатырмыз. Ақпараттық бар ғой, өрмекшінің торы сияқты. Кез келген біздің дейді, жаман ойымыз бізге қайтады дейді. Сөзсіз. Кез келген біздің жаман ойымызға жауап беріледі дейді. Жаман ниетімізге. Сондықтан ақыр заман дегеніміз ол физикалық құбылыс емес, физикалық немесе биологиялық. Ақыр заманның негізгі генезисі ол рухани құбылыс, рухани азғындау. Соны Шәкәрім айтады ғой. Сондықтан адам залым, әлемге жау, ебін тапса ешкімді қылмайды сау, жер білсе адамзаттың бұл қылығын үстінен бәрін төгіп тастар еді дейді. Міне Шәкәрім айтқан процесс қазір болып жатыр. Жердің өзі біздің жаман ойымызға шыдамай. Міне аға, сіздің мына сөзіңізде түсінбей қалмасын, болмаса кезінде ақыр заманға иман келтірмеген топтарда болған, ондай болып қалмасын. Ақыр заман деген болатын құбылыс, бірақ мұны қазіргі заманы соның алғы шарты. Жоқ, соны енді қазақтың мен дәстүрлі түсінігін айтып отырмын. Қазақ, біз мысалы ауылда айтатын жаңағы ақыр заман баласы дейді. Неге? Анау адамның бойынан бір жаман қылықты өргенде айтатын. Мақтұмқұлының өлеңдерінен, Яссауидің өлеңдерінен. Сонда қазақ тұспалдап отыр. Ақыр заман қашан басталады? Сен рухани азғындағанда басталады деп отыр. Тамаша. Рахмет аға, өте керемет ойларыңызды айттыңыз. Енді біздің шапағат ұжымына және біздің бір топ мыңдаған, 10 мыңдаған оқырманымыз бар, оларға бір жақсы ораза айына жақсы бір тілегіңізбен тамамдайық. Енді мынау батамен ел көгереді дегеннен шығады. Рамазан айында осы шапағат подкаст дейді, осы сіздердің ұйымдарыңызға ең бастысы иман тілеймін, иман, жай иман емес, сіздерді харекетке бастайтын иман тілеймін, ізгілікке бастайтын иман тілеймін, сосын денсаулық тілеймін, береке, бірлік тілеймін. Осы оқырмандарға да осы Құдайдың жолымен жүруді сіздерге нәсіп етсін. Құдайдың жолы деген қандай дегенде Ғұмар Қараш айтады. Ғұмар Қараш осы батыс Алашорда үкіметінің мүшесі болған, мүфти болған ғұлама. Айтады, Құдайға құлшылық ораза намазбен бітпейді дейді. Құдайға деген құлшылық Құдайдың жолымен жүрумен бітеді дейді. Құдайдың жолы қандай дегенде ол себеп жолы дейді. Құдай тағала бұл әлемді себепсіз жаратпаған дейді. Құдайдың жолымен жүру ол себеп дүниесіне кірісу дейді. Әкесіз бала өспейді, екпесең егін шықпайды, харекетсіз кәсіп жоқ, ғылымсыз өнер жоқ дейді. Сөзсіз бе? Міне сондықтан сіздерге Құдайға шын құлшылық қылып, себеп дүниесіне кірісіп, ғылымды, білімді, өнерлі болуға Алла тағала нәсіп етсін. Әумин. Айтқаныңыз көп рахмет бізге келгеніңізге. Сіздерге де рахмет.